Астана қаласының сайлаушылары 26 сәуір күні 189 сайлау учаскесінде өз таңдауын жасайды. Айта кету керек, әр учаскеде орта есеппен шамамен 2,5 мыңнан астам адам тіркелген. Сайлау учаскелерінің ресми ашылуына орай ұйымдастырылған баспасөз тур аясында бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері елордада бірнеше нысанда болды. Олардың бәрі талапқа сай жабдықталған, президенттікке кандидаттардың суреттері делінген. Бүгінде сайлаушыларды тіркеу жұмысы белсенді атқарылуда. Үйінде дауыс беретіндердің де тізімі нақтыланып жатыр. Сайлау комиссия мүшелері бұған дейін де бірнеше саяси науқандарда абыроймен қызмет атқарған тәжірибелі мамандар. Қазіргі таңда бізде тізімдердің нақтылау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жергілікті халықтың өте белсенділігі байқалады. Өйткені күнбе-күн бірнеше адамдар өздерінің тізімнен бар жоқтарын анықтап біліп жатыр. Біздің участок қазіргі таңда 90%-ға дайын десек болады. Раньше я жила по другому адресу. Мен бұрын басқа мекен-жайда тіркеуде тұрған едім. Сондықтан өзімнің осы учаскеде тізімде бар екеніме көз жеткізу үшін арнайы келдім. Сайлаушылар сапына еніппін. Яғни енді міндетті түрде 26 сәуір күні сайлауға келіп таңдауымды жасаймын.